Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 70-ші сабақ. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 18-ші жаттығу мәтінді оқы. Әртістер клубқа барса, есік жабық тұр екен. Ешкімде концерт жөнінде естімеген. Әртістерді бастап барған Құрманбек Жандарбеков мұңайып, бүгінгі кешіміз бекерге кетті, депті жолдастарына. Сонда кең маңдайлы келбетті жігіт тұрып: Құрмаш, қой, сен уайымдама, клубтың есігін ашқыз, әнші бишілер әзірлене берсін. Жұмысшыларды мен қазір қолма-қол жинап берейін саған, дейді. Қалай? Оны өзім білем. Солай, деді әлгі жігіт Құрманбекті ертіп, клубтың алдындағы төбеге шығады. Күн ұясына кіре берген кешкі сәт, тымық ауа, қарағым айналайын, келдің қайдан? Аспанды қақ жарғандай екпінді үн саңқ етеді. Бір кезде тасыған судай әр тараптан халық клубқа қарай ағылдай келіп: Ал концертіңді бастай бер, Құрмаш, дейді әнші. Келген жұрт клубқа сыймай сеңдей соғылсады. Бұл атақты әнші Әміре Қашаубаев екен. Мұзафар Әлімбайдың жазбасынан. Енді балалар мәтінге ат қой дейді. Біз мәтіннің атауын әнші Әміре деп қойдық. Себебі бұл мәтіннің басына бастап бұл жерде Әміре Қашаубаев туралы айтылған, бірақ оның есімі тек мәтіннің соңында ғана жазылды. Демек, яғни бұл жерде әншінің халықты жинауға ықпалы туралы айтылды. Сондықтан да біз әнші Әміре деп қойдық. Келесі, мәтін кейіпкерлері туралы не білетінді айт, дейді. Балалар, мәтін кейіпкері бізде Әміре Қашаубаев. Ол туралы біз ғаламтор желісінен алып қысқаша мәлімет жазып шықтық. Сонымен бірге Құрманбек Жандарбеков. Ол кісі де әнші, актер, режиссер, педагог болған кісі. Ол туралы да біз ғаламтор желісінен мәліметтер алып жазып қойдық. Келесі тапсырма. Мәтіндегі зат есімдерді тап, олардың жалқы есім немесе жалпы есім екенін анықта, дейді. Балалар, жалпы есімдер бізде әртіс, клуб, есік, концерт, жолдас, жігіт, әнші бишілер, жұмысшылар, төбе, күн, ауа, үн, халық, жұрт. Ал жалқы есімдер Құрманбек Жандарбеков, Құрмаш деп келеді бір жерде, және Әміре Қашаубаев. 19-ші жаттығу нақыл сөздерді қатесіз жаз, дейді. Талапты бала талпынған құстай, құмары қанбас аспанға ұшпай. Енді осыларды мағынасын топта талқыла, дейді. Балалар, бұл нақыл сөздің мағынасы, яғни талабы бар бала биіктерді бағындырғысы келеді. Олар қашан алға ұмтылады деп жаздық. Келесі, адам баласының ең жаманы талапсыз, дейді. Яғни талапсыз деген жаңа нәрсені үйренуге құмар емес адамды айтады ғой. Демек, жаңа нәрсені үйренуге ұмтылмаған адам жақсылыққа жете алмайды. Сондықтан ондай адамды адам баласының ең жаманы дейді екен халық. Келесі, 20-ші жаттығу кестені тиісті сөздермен толықтыр, дейді. Біз кестеге балалар бірінші бағанда бас әріппен жазылатын сөздер, екінші бағанда мағынасы жазылған екен. Мысалы, үлгі ретінде бізге Қарағанды деп беріпті. Қаланың аты, талаптың пайдасы, бұл әңгіменің аты, дейді. Әрі қарай біз былай жалғадық. Есіл ол өзеннің аты, Қазақстан елдің аты, Жетісу жердің аты, Шоқан адамның аты, Балқаш көлдің аты, Балдырған журналдың аты деп жазып қойдық. Балалар, сіздер әрі қарай жалқы есімдерді өздеріңіз жалғасаңыздар болады, толықтырып. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.